Пайдалы қазбаларды немен алмастыруға болады? Алдымен мына сұрақтарға жауап берейік. Пайдалы қазба қоры деген не? Сарқылатын ресурстарға не жатады? Сарқылмайтын ресурстарды ата. Пайдалы қазба қоры жер қойнауына шоғырланған пайда қазба кендерінің жалпылама мөлшері. Мысалы, көмірдің қоры 33.600 миллиард тонна, жылына 118 миллион тонна өндіріледі. Темірдің қоры 16 миллиард тоннадан астам, 42 миллион тонна жылына өндіріледі. Мұнайдың қоры 3002 миллион баррель, бір жылда 1501 мың баррель өндіріледі. Алтынның қоры 2430 тонна, бір жылда 85 тонна өндіріледі. Пайдалы қазбалардың барлығы сарқылатын ресурстарға жатады. Сарқылмайтын ресурстар: күн, ауа, жел, су, өсімдіктер. Суретте сарқылмайтын энергия көздері көрсетілген. Жел генераторы арқылы, күн батареясы арқылы, су электр станциясы арқылы, өсімдік отын ретінде қолдану арқылы энергия береді. Сұрақ: берілген энергия көздерін пайдалану мен пайдалы қазбалардың үнемдеудің арасында қандай байланыс бар? Қазіргі уақытта өнеркәсіпте және өзіміздің күнделікті өмірімізге электр энергиясы өте қажет. Көмір, мұнай, газ, ағаштарды жағу арқылы электр энергиясын аламыз. Сонда пайдалы қазбалардың қоры азая береді. Ал үнемі пайдалансақ, олар сарқылып, таусылып қалады. Сондықтан қазір сарқылмайтын энергия көздерін пайдалану жүзеге асырылуда. Яғни, пайдалы қазбаларды үнемдеу үшін оларды сарқылмайтын ресурстармен алмастырады. Ойланайық. Сен осындай мәшине көрдің бе? Ол ненің көмегімен қозғалады? Осындай көліктің пайда болуы бізге қандай мүмкіндік әкеледі деп ойлайсың? Иә, бұл электромобиль. Ол электр энергиясынан қуат алады. Электр энергиясы жел, су, күн, өсімдік көздерінен өндіріледі. Олар сарқылмайтын ресурстарға жатады. Ал қазір адамдар автомобильдерді пайдаланады. Оларға жанар-жағармай құяды. Ол мұнайдан өндіріледі. Мұнай сарқылатын, таусылатын ресурсқа жатады. Егер адамдар болашақта электромобильді пайдаланатын болса, онда мұнай қорын үнемдеп, сақтап қалу мүмкіндігі болады. Сен білесің бе? Исландия елінің астанасы Рейкьявик қаласын түгелдей жер асты жылуымен жылытады. Ол геотермалды электростанциясы арқылы алынады. Электр энергиясын да жер астынан алады. Себебі неде? Өйткені оларда жер асты ыстық сулар қоры мол. Мына суретте Еврика Бенегеш фотосуреттерді екі топқа бөліпті. Қандай топтарға бөлген? Иә, табиғи және жасанды заттар тобына бөлген. Еврика суретінде барлық заттар табиғи: ағаш, әйнек, кірпіш, металл. Ал Негеш суретінде жасанды пластмасса түрлері қолданылған. Сұрақ: адам неліктен табиғи заттарды жасанды заттармен алмастырады? Себебі табиғи заттарды жасанды заттармен алмастыру арқылы үнемдейді.
Пайдалы қазбаларды қалай үнемдейміз? Пайдалы қазбалардың үнемдеу жолдары: бірінші, табиғи заттардың орнына жасанды заттарды пайдалану. Екінші, пайдалы қазбаларды сарқылмайтын ресурстармен алмастыру.